Бүркіт неге қазына? Қазақ үшін бүркіт аңшылық серігі ғана емес, сонымен қатар рух пен еркіндіктің символы. Биікке самғайды, бұл ер азаматтың арманын, биік мұратын бейнелейді. Жалғыз ұшады, дербестікті, еркін ойды меңзейді. Нысананы мүлт жібермейді, бұл нақтылық, табандылық, көздеген мақсаттан таймау. Қыран және аңшылық дәстүрі. Қазақ даласында бүркіт пен аң аулау ерекше өнер. Бұл саятшылық пен құсбегілік дәстүрі. Ол табиғат пен үндестікті, адам мен құс арасындағы сенімді, жауынгерлік пен шыдамдылықты талап етеді. Мәдени мұра ретіндегі маңызы. ЮНЕСКО құсбегілік өнерін адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының тізіміне енгізді. Қазақстанда жыл сайын саятшылар фестивалі өтеді. Бүркіт ұлттық брендтің бір бөлігі. Тіпті мемлекеттік рәміздеріміздің бейресми бейнесіне айналған. Символика тұрғысына, қыран бүркіт қазақ үшін еркіндік пен тәуелсіздіктің символы, қырағылық пен сақтықтың белгісі, ердің серігі рухтың қанаты, қыран құс ер жолдасы дейді халқымыз.